Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мақтадай жұп-жұмсақ өте дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға өлшеніп дайындалып қойған қантымыздың 1 шай қасығын қосамыз және де 2 шай қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз көтерілгенше. Ендігі кезекте сүтіміз бен сары майымызды жылыдан сәл ыстығырақ етіп жылытып ыдысымызға құямыз. Және де 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де осыған 50 грамм майонезімізді, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті құрамдардың мөлшерін описанияға тастап кететін боламын. Енді жақсылап араластырып, осыған енді көтеріліп тұрған жаңағы апарамызды құямызды араластырып, алдын ала електен өткізіліп дайындалып қойған ұнымызды шетінен сала отыра қамыр илейтін боламыз. Сіздерге барлығы түсінікті болсын деп барынша көрсетуге тырыстым. Міне шетінен сала отыра ұнымызды шетінен саламыз. Менде 1 килограмм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің ұнның тығыздығына қарай осылай шетінен сала көресіздер. Мүмкін кішкене азырақ немесе кішкене көбірек кетуі мүмкін. Міне осылай қамырымыз қолымызға сәл осылай жабысып тұратын болады. Енді осыны жақсылап нәзік жылтыр қамыр болғанша қолымызбен 5-10 минут аралығында осылай жақсылап иін қандырып басатын боламыз. Біздің бауырсағымыздың жақсы шығуы осы нанымыздың иін жақсы қандырғанымызға да байланысты болады. Міне осылай әдемі болып, өзі басқан сайын өзі осылай әдемі жылтыр қамыр болады. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай осындай жұмсақ қамыр болады. Енді осыны бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Міне менің қамырым осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осыны теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Сәл ғана оның көп сеппей қойсаңыздар да болады. Онда қатты жабыспайды, осылай жақсылап күлшелеп аламыз да. Ұнды көп сеуіп жүрмеңіздер, мен кішкене көбірек сеуіп қойыппын. Сәл ғана ұн сепсеңіздер жеткілікті. Енді осыны қамырымызды жайып аламыз. Қалыңырақ қылып жаямыз қамырымызды. Қамырымызды жақсылап осылай жайып алғаннан кейін домалақ ыдыстың көмегімен барлығын осылай дөңгелек етіп, осындай қалыңдықта ойып шығатын боламыз. Және де барлығын ойып алғаннан кейін екінші қамырды да дәл солай жайып, бірақ 4 бұрышты етіп кесіп аламыз да, барлық бауырсақтарымызды мата майлықтың үстіне жайғастырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Ол жермен де кішкене түспей қалыпты. Міне барлық 10-15 минут уақыт өткеннен кейін осылай көтеріліп шығатын болады. Енді осыларды қызған майда қуыратын боламыз. Майымыздың қызғаны осылай ағаш таяқшаны тыққан кезде көпіршісе, ол қызғандығы. Көтеріліп тұрған бауырсақтарымызды осылай шетінен сала отыра, ары-бері айналдыра отыра пісіріп алатын боламыз. Майымыз қатты қызып кетпеуі керек. Бұл жерде ескеретін жайт, және де асты қатты болмауы керек. Басып қоясыздар, әйтпесе біздің бауырсақтарымыздың ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан астын орташа отта қойып пісіріп аласыздар. Міне мен қатты кішкене қызарыңқырап піскен бауырсақтарды жақсы көремін. Сондықтан осылай әдемілеп қызартып пісіріп алдым да. Осылай сүзіп және де артық майларын сорып алу үшін қағаз майлықтардың үстіне сүзіп алатын боласыздар. Осылайша барлық бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Және де 4 бұрыштылап туралған бауырсақтарымызды да дәл осылы
қалыпта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді әрі сәтті шығатын рецептердің бірі. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Өте дәмді бауырсақтар. Видео ұнап жатса каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.